Мына қазақ айтысының таңдайдан дәмі кетпейтін ең бір тәтті түрі ол қыз бен жігіттің айтысы. Кешегі Біржан Сал менен Сараның айтысы деген секілді классикалық айтыстың үлгілері бар бізде. Сол дәстүрді жалғастырып, қазір сахна төріне Солтүстік Қазақстан облысының қыз бен жігіт айтысының шебері Берденбек Мырзат бауырымызды сахна төріне шақырамыз. Берденбекпен айтысқа түсетін Астана командасының аруы Фариза Жетпісбайқызы қарсы алыңыздар. Ал қос ақынға сәттілік тілейік. Бір тәтті қысырақтың қымызындай, осы боз биенің қымызындай таңдайдан дәмі кетпейтін қыз бен жігіттің бір әдемі айтысы болады деп күтіп отырмыз. Сәттілік болсын. Ессіздей келгем жоқпын есіруге, жүйрігін дайын бүгін көсілуге. Қызыл елдің мерейін асқақтатып, Қызылжар айтыс қылда осы күнде. Мейрамға әрбір күнін айналдырып, мейманға ашық қылған есігінде. Жерлестерім құйқулап қолдап отыр, айтыстың келе бермес көшігінде. Маржан жырмен өшпестей із қалдырған мағжандармен әйгілі есіміңде. Ғабит, Сәбит, Кәкімбек тұлғаларың кесек сөзбен айтатын кесімінде. Кешегі қожа берген атқа қонған текті жұрттың мерейін өсіруге. Астықтыңдау мекені сендерсіңдер, еңбекпенен берілген несібінде. Ей, алтын дәннің мекені амансың ба, алтындарды тербеткен бесігінде. Жүйріктерді жинап ап алыс қырдан, Қызылжар думандатып жарыс қылған. Тектілерге төр болған мекенсің ғой, қызын батыл ұлдарын барыс қылған. Қалайсың қасымдағы Фариза қыз өнердің өлкесінде таныс тұлған. Сен мен Алматыда жолыққанда жалға бен махаббатты алыстырған. Ғашық болып сезімді білдіргенде тағатымды жан едің тауыстырған. Міне бүгін келіпсің ауылыма, қадамыңды жөн болмас шалыс қылған. Қазыларға таңғалып тұрғаным-ай, екі жасты өзінше жарыстырған. Жаратқанның қайранмын жазуына, Фариза мен дәл болай табыстырған. Ей, асыл домбыра жұп қылған ғашығымды, асылдардың еліңде қауыштырған. Ей, Қызылжар төрі құтты, елі мұқты, көп жүйрегі көмбеден көрініпті. Қасыма Фаризадай ару келіп, іздегенге сұраған жолы қыпты. Алматыда қалып ет қолым жетпей, бүгін тағы мүмкіндік беріліпті. Астананың аймандай аруғысы кездесе Кермаралдай керіліпті. Сал менен сері туған бұл далада сұлуға сырлы әуендер төгіліпті. Кешегі ақан Біржан әнге салса, арулар ақ сезімге көміліпті. Керемет Керім қызға сыра шайын кебектей кездестірген еңгілікті. Ей, серілердің елінде несін жүрмін, сұлуға жасамасам серілікті. Ей, Фариза, ақ сәулелі әкпағайым, өзіңмен байланысты бақталайым. Көңілімнің көліне ақ қуынса, несіне сауысқандай саққарайын. Топ ішінен тотымды кезілғанда, топқа түсер тұлпардай бапталайын. Ай келбетті аруды айлы түнде аққайын арасына аппарайын. Бағыма жаратылған ғашығым деп, жаныма жан сырымды ақтарайын.
Астананың атақты ақын қызын теріскейде тең қып мақтанайын. Бір алла жар боп тұрса Фаризамен бір шаңырақ астында шаттанайын. Алатаңды көз ілмей атырармын, алақанды ұрсаңдар қаттағайын. Ей, аулаға өзі келіп тұрған қызды ауылға келін қылып апқалайын. Бисмилля сөзбен бастасам халқым, бисмилля сөзбен бастасам халқыма өлең арнаймын. Қызылжар жұртым армасың, жырыммен сәлем жолдаймын. Қолына қару ұстаған әскерде ақын қызың ем, өзің білдесең қолдаймын. Военный болу қыздарға керек пе дейді біреулер, көбін естігем ондайдың. Батыста туған қызың ем, жерлесі болып Хиуаздың, мен қалай батыр болмаймын. Ақын десеңдер ұлбике, саранын ізін жалғаймын. Әлия менен Мәншүктей, кеудемнен жаным шыққанша, сертімнен адал таймаймын. Әселхан Әсия апамдай, тек қана биік самғаймын. Қару менен домбыра, қатар алған қызың ем, есемді бере алмаймын. Ел басына күн туса, астанасын қазақтың, атысып та қорғаймын, айтысып та қорғаймын. Көрсеткен балалары кемелдікті, қашаннан құрсақ алтын елең мықты. Кеше біз келген кезде Қызылжарға, осынау құшақ жайып зор ел күтті. 80-дегі атамыз гүл әкеліп, көрсетті теріскейде тереңдікті. Гүлмира Сарин үшін әкелдім деп, етті ғой бірақ сәтте елең жұртты. Жолы мен атасының жүрема деп, Фаризада бір шоқ гүл сенен күтті. Ал сен болсаң гүлің түгіл дымыңда жоқ, көрсеттің өзіңдегі төмендікті. Қарағым енді келіп серімін деп, аузыңмен жасай берме сенерлікті. Білетін қызды қалай қуантуды, Қызылжардың шалдары сенен мықты. Жаңылмай жүрсе жігіт тәубасынан, алады үлкен нығмет Алласынан. Берденбек шыға сала серімін деп, көрсетіп отыр өзін таубасынан. Екеуміз Алматыда айтысқанда, жаңылмай ағып беді арнасынан. Сүйемін саған ессіз ғашықпын деп, махаббат шығарып еді болмашыдан. Бірақ та айтыстан соң жоқ боп кетті, Фариза бәрін сөніп алды осыдан. Сүйемін күйемін деп жоқ боп кеткен, ұрсамда жарасадау дәубасынан. Аулама келген кезде ауылыма ап қалам деп сөйлейді жарбасынан. Ап қалсаң Алматыда қайда қалдың, көрдің ғой Фаризаны дәл қасынан. Әй бірақ саған несін өкпелейін, жігітсің арылмаған даубасынан. Ауылынан шықпаған сендейлердің ақылы аспайды ғой ауласынан. Халық бар бізді қолдап шуылдайтын, ұрындың ғой жерлерде ұрынбайтын.
жыға сап серімін деп жар салдың ғой, бұдан да мәселе бар туындайтын. Бір жан сал ақан сері қандай болған, ерлер ет атынан түк жығылмайтын. Батыстың қызы едім тәлім көрген, анау мынау жігіттерге бұрылмайтын. Аруларды өздері іздеп ауылына бару шет серілерім бұрын қайқын. Жалғасы ақандардың не боп кеткен, қыздарға сөйлей алмай сыбырлайтын. Арудың ауылына бармай тұрып, ауылына келсе ғана қырындайтын. Ай-ей-ей-ей. Бұл қазақ батырғалық данықты екен, ақылға сөйлесейші салып көкем. Қолға қару байрақталып жүргеннен соң, қызметті қазақтайын халық кетем. Ауылыма келін қылып апкалам деп сөйлейсің, белді буып алып бекем. Сен олай меніменен ойнай берме, артына көлігімнен салып кетем. Сен мені Қызылжарға ап қалмайсың, мен сені армияға алып кетем. Ай-ей-ей-ей. Осындағы табаңдерің, Фариза біздің жаққа алаң бедің. Ауылымнан мені ұзап шығалмасам, төріне Алматының барар медім. Алматыға айтысқа барған кезде өзіңдей ару қызды табар медім. Шырайлы шымғалада топ жарғанмын, күбә қой аман жолдай ағам менің. Алматыда сөзіме баға берген, жүрсін атам айтады адал жерін. Әлия мәншіктердің жалғасы деп, көңілім ауып отыр саған менің. Ей, отанды қорғаған қыз жарым болшы, отын кеп отауымның жағар менің. Ей, армияға барғандар шабытпенен, оралып жатқан жоқ па табытпенен. Ел қорғаған баянның ұрпақ едім, ол жағына несіне қауіптенем. Апамның қолындағы жалғыз ұлмын, қара шаңырақ киесін дәріптеген. Алдың менен өзіңді ақ келін қып, басыңа ақ орамал тағып берем. Ей, сол апамның қасына сен апарып, содан кейін әскерге барып келем. Ел алдыңда шыққанда бірге бұлқын, әскерге бармадым деп күлме құрбым. Әуелі Қызылжарлық осығалық, қорғаны бейбіт өткен күндеріңнің. Қарулы қан майданнан сақта Құдай, тыныштығы қымбат қой нұрлы өмірдің. Жайғасып жер шетіне жел өтіне, ежелден ел қадірін білген ұлмын. Ей, шебінде тұрмасам да армияның шекараны күзетіп жүрген ұлмын. Ей, бұқары болмасам да бұла күннің, Қызылжар көгіндегі қыраныңмын. Фариза, Фариза жан, Фариза қыз, кейіпкері өзіңсің жыранымның. Ұлпан менен Бопайдың ұлағатын жоқтырған ел сөзіме куә болғын. Арудың асыл затын құрметтейтін ұлдары текті келет бұл ауылдың. Аналар тақырыбын асқаттатқан ғабеннің қасиетін ұға білдім. Ей, мекеніңде ғабеттің неге жүрмін, мерейін көтермесем бір арудың.
айтыста мүлт кетпейтін мерген екем, несіне жалаң сөзді ермек етем. Сырғалы сұлу кірсе елең еткен, солтүстік серілерге кендемекен. Аман жолдай ағамыз бұл айтысқа еңбек деген тақырып берген екен. Тақырыпқа сай бүгін жұмыс жасап, айтысып сахынаңда терлеп өтем. Бұл да болса еңбектің бір түрі ғой, ерінбей жасар болсам елге бекем. Әй, әңгіменің астарын түсінетін Фәризада ақылды зерделі екен. Әй, Қазақстанның көбейтіп солтүстікте еңбек етер кезіміз келген екен. Берденбектей жақынымма, отырған жанымдағы ақынымма, Жұмабек ағаңызда әскери ғой, айналған Қызылжардың батырына. Толады өздеріңдей азаматпен қазақтың әскерінің сапымына. Сен отсың әскер барсам ұрады деп, айтуға жігіт бұлай хақылымма. Өзіңнің айтып отқан әңгімең бе, Жұмабек ағаңыздың ақылыма. Отан деп қолға қару алмағаның, жай ғана оңай жолды таңдағаның. Әскерге барсам ұрат деп айтасың, жараспас жігіт болып сарнағаның. Кім қайда кімнің қашан өлетінін біз емес етеді оны Алла мәлім. Ер жігіт үйде туып түзді өледі, сөзі бұл батыр би мен хан бабаның. Ерлерім демеп беді ақ төсекте, жатып жан тапсыруға арланамын. Соғысып жоңғарыңмен қалмағыңмен, бабалар елдеп төкті жауға қаның. Батырлардың бүгінгі сен сияқты ұрпағын көрген кезде таңғаламын. Отанды кім қорғайды айтыңдаршы, қашсаңдар армиядан сонда бәрін. Апамның жалғыз ғана ұл едім деп, абыройма әскерге бармағаның. Апанды шыныменен ойлап тұрсаң, тыңдап ал сен жақсылап онда бәрің. Әскер барып отанды қорғағаның, үйіңдегі апаңды қорғағаның. Сөзіңнің болмаса да отты бәрі, ұрынбас жерден келіп соқтығады. Берденбек келін қылып Фаризаны, алып қалам деп айта деп тұр әлі. Қызылжарда жабылуда көп ауылдар, Қызылжарда жабылуда көп ауылдар, үдере елдің көшіп кетті бәрі. Ойласам осы жағын шыныменен, көңілімнің арылмайды көк тұманы. Қой десем де қоймай тұр ғой ап қалам деп, Қызылжардың Берденбектей тек доланы. Бір ақтап бұған несін өкпелейін,
жағдайы сәл қиындау боптыр әлі. Қызылжарға топырлатып қазақ келсе, жібермей ап қалғысы кеп тұрады. Ақын бар ма ел жер деп толған баған, отбасым ең бірінші қорған маған. Жұмабектің ақылыма деп отырсың, командада әскери болған қағам. Тануға оң солымды ақыл берген, ташеніп салып кеткен жолдар маған. Қазақтың бес облысын қорғап қалып, айыңды тудырды ғой оңнан бабам. Апасының баласы десе дағы, ешкімнің сөздеріне қорланбағам. Ертек айтып есеткен жас сайымнан, Олжан секілді олжан маған. Отанды да қорғаймын апамды да, ағайын жығылмайды жолдан балан. Ей, мұның бәрі аз десең, армияда жүрген ару сағанда қорған болам. Ей, сөз айтат деп отырсам тағылымды, армияға қалайсын баруымды. Үйдегі апамызға қарап берсең, тағы да үйдегі апамызға қарап бергін, қаласан қолға қару алуымды. Сөзге емес іспен бүгін көрсеттейсің, ақырың басқан кезде тамырыңды. Жігіт болсаң ісіммен дәлелде деп, ағайын түсінбедім аруымды. Ей, кім білсін қару ұстап жүрген ару, көргісі келіп тұрау қаруымды. Ей, Фариза, жан едің ғой жөнің бөлек, қалам десем ел жұртым көңілденет. Жағдайымды енді ғана түсіндің ғой, сондықтан қарсы шықпай көну керек. Жабылған ауылдарды айтып кеттің, қазақтар ауылға кеп толуы керек. Ей, ауылдарды жаптырмай сақтау үшін өзіңдей өнегелі келін керек. Ей, қарананға жаққандай қаймақ алып, сұлуға қойды мені сайлап анық. Отанымда отаулы болсам деймін, осындай орайлысты пайдаланып. Осы елде айғанымның қонысы бар, отыр деп ойлап қалма майдаланып. Ей, айғанымның еліне келін болсаң, айың оңнан туары айдан анық. Барады бойым балқып жылып денем, Фаризаны жаныма жуық көрем. Қара көз ару едің қару ұстап, жүрегін ешбір жанға жібітпеген. Жалғыздық жаратқанға жарасат деп, жақсылар жартаңдауға үгіттеген. Осы елде қалғаныңды қалап отыр, біздегі махаббатты ұғып терең. Ол елімнің арманын орындасан, жүрегімнің жартысын жұлып берем. Ей, гүл сыйлап аттанайын сахнадан, ұл сыйлап қалар деген үмітпенен. Тарқамауын тіледім базарымның, құмыры ұзақ болсын ғажабымның. Фариза, осыменен доғарайық, сырына қанық болдым ажарыңның. Маңдайдағы бағыңыз беселі боп, маңдай алды қызы бол алашымның.
мекенсіз Берденбектей атың аңау, арманың Фаризадан қапы қамау. Үш кезек бойы мұжып келген сөзің бір шумақ өлеңіме татымадау. Гүл сыйласам ұл сыйлайды деп айтады, апасының баласы қатырадау. Гүл сыйлаудың ұл сыйлауға қатысы жоқ, осыны да білмейсің бе ақымақ-ау. Сал сері саят құрып серуендеткен, бұл жерде талай дәурен керуен көшкен. Петрді Қызылжар деп өзгертсек деп, шырпыр боп мынау жұртым шерменді өткен. Welcome to Петропавл далып тастап, өр қазақ ту көтеріп кернейлеткен. Солтүстік Қазақстанға қош келдің деп, аз қазақ өз намысын бермей кеткен. 35% ғана аз қазағым сақтап тұр қазақтықты зор бейнетпен. Смағұл Мағжан Ғабит туған мекен, өлкеңді білем текті жер ғой деп мен. Қызылжар атанар күн алыс емес, анық қой жас шықпасы келмей көктем. Қазақты асырайсын сүт наныңмен, ағайын мықты едіңдер сендер неткен. Егін негері жер жыртар науқан ғой бұл, ырыздық артатығын жермен көктен. Ендеше қошаман бол Қызылжарым, сендердей дархан елді көргем жоқ мен. Айналдым теріскейдің тектелінен, ұлықта бұл өнерді төргөрлеткен. Рахмет, қошемет. Басатын ұл-қыздарын бауырына, не жетсін қызылжарлық қауымыма. Ағайын қызда көніп тұр ғой міне, назарында бұрайын аруыма. Батыр қыз ғой, және де жүйрігеді қамшыны тегізбеген сауырына. Айдай сұлу арумен аттанайын келі айғанымның ауылына. Ай бәрекелді, аттансаң аттан енді. Қошемет ардақты ағайын. Қыз бен жігіттің айтысы болды, жарасымды. Екі ақынға бір қол шапалақтап көтеріп қойыңыздар. Ал бұл айтысты бастаған солтүстік Қазақстан облысының ақыны Берденбек Мырзаттың ұпайын беріңіздер. Қазылар 9-9-9. Берденбекпен айтысқан Фаризаның ұпайын беріңіздер. 10-10-10. 3-10 алды. Фариза